Баршаңызға сәлем, сіздермен Гүлсая. Бүгін сіздерге бір жасағанда шығатын ең керемет булочкидің рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер дәл осы булочкиді қонақ келгенде жасасаңыз, міндетті түрде сізден рецептін сұрайтын болады. Осындай жұмсақ болып шығады. Дәмі де, иісі де өте керемет. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Ең алдымен ыдысымызға 250 грамм жылы сүтімізді құямыз. Міндетті түрде сүтіміз жылы болу қажет. Менде 2,5%. Сонан соң үстіне 10 грамм құрғақ ашытқымызды салатын боламыз. Сонан кейін 2 ас қасық, яғни үлкен ас қасықпен 2 ас қасық қантымызды қосып, жақсылап венчикпен араластыратын боламыз. Араластырып болғаннан кейін бетін жауып, дәл осылай 15 минутта қалдыратын боламыз. 15 минут өткеннен кейін 90 грамм қантымыздың қалғанын дәл осылай салып шығамыз. 30 грамм сұйық майымызды құямыз. Міндетті түрде иісі жоқ болу керек. Сонан кейін 30 грамм сливочный масломызды қосатын боламыз. Бөлме температурасында болмаса су моншасына ертіп алсаңыз болады. Дәміне қарай кішкене ғана тұзымызды себеміз, және де бір ас қасықпен, үлкен қасықпен бір ас қасық манный крупамызды саламыз. Ең соңында дәл осылай бір жұмыртқамызды қосып, жақсылап бір келкі масса болғанша араластырамыз. Мінекей, менде осындай масса болып шықты. Енді міндетті түрде үстіне ұнымызды қосамыз. Ұнымызды осындай лопатканың көмегімен араластыратын боласыздар. Ең алдымен 4 бөлікке бөліп қостым. Ең соңында жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Ұнымыздың көлемі 500 немесе 550 граммнан артық болмау қажет. Егер одан артық ұн қоссаңыздар, булочкаларыңыз пышный болмай қалады. Енді илеген қамырымызды осының бетін пищевой пленкамен жауып қоясыздар, және 2 сағатта жылы жерге қоятын боламыз. Мінекей, менде 2 сағат өтті. Қамырымыз 2 есе дәл осылай видеодағыдай көтерілуі қажет. Енді қолыңызды кішкене ғана майлап аламыз, қолымызға жабысып қалмас үшін. Енді қамырымызды қараймыз. Мінекей, қараңыздар, бір келкі болып, әдемі болып, тығыз болып көтерілген. Дәл осылай столымызға кішкене ғана майымызды жағып аламыз да, қамырымызды 2 қолдың көмегімен соқпақша тәріздес қылып жасайтын боламыз. Дәл видеодағыдай жасап шығамыз, және де бірнеше бөліктерге бөлеміз. Яғни 8 бөлікке бөлуіңіз қажет. Яғни сіз дәл осы рецептпен жасасаңыз, әр бөліктерді қолыңызбен дәл осылай видеодағыдай айналдырып, ішіне қарай қаратып, доп-доңғалақ қылып жасайсыздар. Сол кезде булочкаларыңыз пышный болып шығатын болады. Дәл осылай барлығын жасап шығамыз. Барлығын жасап болғаннан кейін бір шетке осылай барлығын жинастырып, бетін целлофанмен немесе осылай матамен жауып қоямыз. Енді ешқандай да ұн сеппей, оқтаудың көмегімен қамырымызды жаятын боламыз. Жайып болғаннан кейін пышақтың көмегімен арасы 2 см болатындай қылып, дәл осылай видеодағыдай кесіп шығамыз. Сонан кейін дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырды бірін үстіне бірін қойып, жинастыратын боламыз. Арнайы бізге ұзын таяқша қажет, менде ондай болмағандықтан карандашты қолданатын боламын. Карандашымызды қамырдың дәл ортасына басып шығамыз да, дәл басқан жерді пышақпен кесіп шығатын боламыз. Пышақпен кесіп болғаннан кейін дәл осылай видеодағыдай екі жағын айналдырамыз, яғни узорын бетіне қаратамыз да бастарын біріктіретін боламыз. Жақсылап біріктіреміз, және де косичка сияқты, яғни өрім жасайтын боламыз. Дәл видеодағыдай бірін үстіне бірін айналдырып, яғни түбін тағы да біріктіретін боламыз. Мінекей, бізде осындай булочка шықты, өте әдемі узормен шығады. Міндетті түрде барлығын дәл осылай жасап аласыздар. Мінекей, мен дәл осылай барлығын жасап алдым. Пергамент қағаздың үстіне осылай арасын алшақ етіп қоясыздар. Және де 20 минутқа дәл осылай бетін матамен жауып қойып көтеретін боламыз. Енді бір ғана сары уызға бір ас қасық сүтімізді құйып араластырып алатын боламыз. Бұл қазір сместі біз булочкалардың бетіне жағып шығатын боламыз. Жай ғана осылай аккуратно жағып шығасыздар. Өте әдемі түс береді, дәл осылай жасасаңыз. Бір ғана жұмыртқаның өзі бұндай түсті бермейді. Енді 180 градуста 20 минутта булочкаларымызды пісіретін боламыз. Мінекей, менің булочкаларым пісті. Қараңыздар, өте әдемі, иісі де керемет болып шықты. Енді толықтай суытамыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, жақындарыңызды қуантыңыздар. Әсіресе бұл булочкалар балаларға өте қатты ұнайды. Егер де менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Сіздермен болған Гүлсая, алдағы уақытта неше түрлі рецепттермен бөлісетін боламын.